ақ көңілсің, 5-ке оқып, үздік оқушы болады. Сен ақылдысың. Әне сен жақсы сен сабағыңды 5-ке оқы. Жарайсың. Ұстаз, сен менің досымсың. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың аты дос болайық, иә? Балалар, біз қандай болу керекпіз? Бір-бірімізбен дұрыс, тату болу керек, дұрыс болу керек, сосын шыншыл болу керек, адал болу керекпіз. Я бір-бірімізбен ешқашанда ұрыспау керекпіз, иә? Енді тақтаға қараймыз. Бірінші сөз. Неміз балалар? Досымыз болады. Қол көтеріп айтайық, айта ғой. Әли. Дос болсам, бүкіл затымды аяма деді. Дұрыс, досыңнан ештеңеңді аямау деп түсінеміз, иә? Келесі екінші сөз. Алина, оқы ғой. Араша түсу. Араша түсу. Бұны қалай түсінеміз? Досыңды ешқашан ренжітпеу керек. Ол сенің добын или бір нәрсесін бөліп беруі мүмкін. Иә, достарым, екі дос бір-бірімен ұрысып қалса, оларды достастыруға ұмтылу және де олардың ұрысын тоқтату болып саналады. Тұрақтылық деген қалай түсінеміз? Али Мансыр. Яғни келіспеу деген сөзді білдіреді. Тұрақтылық деген ол өзі аты айтып тұрғандай бір сарында тұрақты болу, я бір-бірімізге адал болу, тұрақты болу. Кешіру дегені қалай түсінесіз? Біз достарымызбен ұрысып қалғанда біз олардан кешірім сұраймыз. Иә, дұрыс. Тағы кім қалай түсінеді? Али. Достарыммен бірге төбелесіп қалсам, сен бірінші кесіріп бастайсың. Дұрыс. Досыңмен ұрысып қалған кезде досың сенен кешірім сұраса, кешіру керек, кешірмеуге болмайды. Көмек беру дегеніміз қалай түсінесіз? Досымызға көмек береміз. Дұрыс, көмектесеміз, иә? Тағы да қандай көмектесу түрлері бар? Али айта ғой. Досымды біреу ұрып айтса, оған көмектесу керек. Иә, дұрыс. Қиын жағдайда көмектесу, сосын тағы да қандай көмектесу түрі бар? Алина? Қиын жағдай болып жатса, оған көмектесу керек. Жарайсың. Дұрыс. Сонымен бүгінгі біздің бұл жерде ең шынайы адал достың қасиеттері бір-біріндеп талдап шықтық, иә? Тақырыпқа байланысты сендерге мақал-мәтел шығарып келдім. Қазір бұның ерекшелігі эмоциялар, яғни мына жерде смайликтер арқылы мақал жасырылған. Осыны бірге табайық. Ал бірінші мақал. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Жарайсың. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Дұрыс, жарайсың. Келесі мақал. Жараса атаңмен ойна. Жарайсың. Келесі. Сына құрғойден тиім. Жарайсың. Келесі. Мынау. Біріншіде не берілген бізде? Ата. Мынау. Бұл бәйтерек деп аламыз. Ата бәйтерек, бала? Ата бәйтерек, бала жапырақ. Жарайсың. Өнер алды қызыл. Жарайсың. Жарайсыңдар.